Жылыту маусымы алдында мыңнан астам алматылық оқушылар алыстағы шалғайдағы мектепке баруға мәжбүр болды. Оқу жылының басталуымен олардың оқу орындарын жөндеуге мәжбүр болды. Әрине, бұл ата-аналардың наразылығын тудырды. Олар неліктен суыққа дейін бұл жұмыстарды уақытылы жүргізуге болмайтынын түсіне алмады. Ділмұрат Муталипов, Алматыдағы нөмірі 73 мектеп гимназиясының егжей-тегжейін анықтады. Сабақ басталғанда 64 жылдық тарихы бар мектеп оқу орнының жан-жал эпицентріне тап болды. Білім басқармасы жылыту маусымы қарсаңында мектепті жөндеуге шешті. Енді мыңнан астам оқушыны қазан айынан бастап алыстағы шалғай мектепке таратуды жоспарлап отыр. Мұндай жаңалық ересектердің басына қар жауып түскендей. Гимназияның ескі ғимаратын неге жаздың өзінде ретке келтірілмеді деген наразылықтарын айтты ата-аналар. Сабақ басталғаннан кейін істеуге болмайды ғой, адамдардың бәрін пландарын ұрыш детіп. Олай істеуге болмайды мысалы. Меніңше. Орбита деген өте алыс біз үшін. Мысалы мен қазір жұмысқа шығам. Ол баланы кім алып кетеді, кім алып келеді, ол мәселе үлкен. Барлық балаларды орбитаға жібереді. Арада 11 аялдамадай қашықтық жер. 2 және 4 сынып ауысымға балаларды апару керек. Ол жаққа балаларды қалай жеткізуді елестетесіз бе? 73-ші мектеп гимназиясының директоры Гаухар Бокишева үрей тудыруға себеп жоқ дейді. Үйінен алыс оқитын барлық оқушыларға мектеп автобустары ұсынылатынын айтады. Ал суық түскенге дейін оқу нысанын жөндеу жұмыстары білім басқармасы белгілеген кестеге сәйкес басталады деп айтты. Мектеп автобусы беріледі мектепке, балалар тасымалдайтын маршрутпенен. 40-шы мектеп, өйткені ол мектеп бір сменада жұмыс жасайды. Сол мектепке деп солай шешілді. Мен мектептер бізді нете алмайды, қабылдай алмайды. Өйткені өздері әрең сүйіп отырған мектептер, қасымыздағы жақын мектептер.